Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Көптеген адамдар Арнольд Шварценеггерден кем түспейтін әсерлі бұлшықеттерді армандайды. Осыған жету мақсатында кейбіреулері күндіз-түні спорт залда жүреді. Кейбіреулері суреттерін жақсылап фотошоп жасайды. Ал кейбіреулері қауіпті эксперимент жасауға шешім қабылдайды. Бүгінгі шығарылымда дәл осылар қарастырылатын болады. Ол бұлшықет массасын арттыруға көмектескенімен, денсаулыққа кері әсер ететін дәрілерді қолданып жатыр. Кейде денеңе жасалған бұндай тәжірибелер қайғылы аяқталуы мүмкін. Ал ендеше мына батырларға назар аударайық. Ромарио Алвес. Бразилиялық Ромарио Алвес спорт залға келгенде басқалар секілді дайындаламын деп өмірі неге айналып кеткенін байқамай қалды. Күнделікті дайындық, аздап жиналған салмақ, көтерген ауыр темірлердің арқасында 6 айда аздап өзгеріс байқалды. Алайда бұл жеткіліксіз болды. Айналасындағы ірі денелі жаттығушылар Алвеске синтол жайлы айтты. Бұл маймен ауруды басатын дәріден тұратын сұйықтық. Қолдың бұлшықеттердің арасына саласың. Қанша көп салсаң, сонша үлкен қолға ие боласың. Майдың 30% бұлшықетте ыдырап жоқ болып кетсе, қалған 70% 3-5 жыл бойы ақырында быдырайды. Қысқасы, бұдан қолыңның нерв жүйелеріне зақым келіп, зияны тие бастайды. Көріп тұрғандарыңыздай, дәріден оның бұлшықеттері дұрыс дамымаған. Оны білсе де, әр укол салған сайын үлкейген қолын көріп, тоқтай алмады. Ақыр соңында қолындағы дәрілер тасқа айналды. Оны көрген жас балалар қорқа бастады. Өзінің сүйіктісінен де, қолынан да айырылып қала жаздады. Салынған көп мөлшердегі синтолдан қолы ауыра бастады. Дәрігерге көрінгенде қолындағы синтолды алып тастау керегін, бұдан кейін бұндай химикаттарды қолданбау керегін ескертті. 2013 жылы Алвес ақыры синтолдан бас тартты. Валдер Сигато. Көбінесе өздеріне жасанды дене істеп, әдемі көрінуге жастар құмар болады. Алайда үлкен жастағы адамдардың арасында да осыған құмарлар шығады екен. 50-ге келіп қалған Валдер Сигато көп жылдан бері синтол қолданып келеді. Бұлай істеуіне Арнольд Шварценеггер және де халық секілді түрлі кейіпкерлерге еліктеуден басталған. Жергілікті адамдар өзін ірі денелі адамға теңейтініне қуанады. Өзінің суреттерін, видеоларын Валдер синтол деген парақшасына салып отырады. Валдердің бұндай қадамға бару себебі жас кезінде арық болған екен. Спорт залға дайындалуға барғанда ол жердегілер синтолды қолданып көруді ұсынған. Жастин Жедлика. Жастинге қарасаң, қуыршақ көргенде боласың. Себебі 39 жастағы америкалықтың бұлшықеттері көрінісі пластикалық операцияның арқасы. Ол осы кезге дейін 700-ге жуық операция жасатқан, ал оның ақшасы қанша болғанын елестетудің өзі қорқынышты. Себебі Жастин пластикалық операция сұлулықтың, келбеттіліктің белгісі деп біледі. Алғашқы операциясынан кейін тоқтай алмады. Барынша сұлу көріну үшін кеудесіне силикон қойдырды. Алайда бәрібір айнаға қарағанда екі қолының бұлшықеттері нәзік көрінді. Бұндай жағдайда кез келген басқа адам спорт залға барып дайындалуды ойлар еді. Алайда біздің кейіпкеріміз есе бірнеше мың долларға тағы да жасалған операция арқылы оның да шешімін тапты. Мұстафа Исмаил. Кейде адамдарға қарап тұрып, бұлшықеттерін үлкейту үшін дәрі қолданған деп сенімді болып айту мүмкін емес. Оған мысал Мұстафа Исмаил. Оған қарап тұрып дұрыс тамақтану мен дайындалудың арқасында осыған жетесін дегенге сену қиын. Себебі оның қол бұлшықеттері өте үлкен. Адамның қолы бұндай дәрежеде үлкен болмау керек. Дегенмен Исмаил ең үлкен қолды адам ретінде Гиннестер рекорд кітабына тіркелген. Бұны естіген адамдар, қашаннан бері синтол қолданған адамдар рекорд атағын алатын болды деген шу шықты. Исмаил ешқандай дәрі қолданбаған дәлелдеу үшін тексерілуге Жапонияға кетті. Ол жердегі тексерудің қорытындысы бойынша ешқандай дәрілердің, импланттың жоқтығы анықталды. Тексеру қандай ауруханада жүргізілгені, қандай дәрігерлер тексергені бізге қараңғы. Қазіргі кезде Исмаилдің рекорды өз күшінде болғанымен көптеген адамдар күмәнмен қарауда. Хорхе Кабаки. Мексикалық бизнесмен әрі саясаткер Хорхе Кабакиді бокс әлеміндегі ерекше адам деуге болады. Олай деу себебім мықты болған үшін емес. Егер де жақсылап қарайтын болсаң, куклаға ұқсайды. Иә, сіздер қате естімедіңіздер. Оның кеудесінде, қол бұлшықеттерінде импланттар қойылған және де келбетіне көптеген пластикалық операция жасалған. Көптеген жанкүйерлер мен баспасөздердің айтуынша, бизнесмен қатысқан жекпе-жектер келісіммен жасалған. Ал Кабакидің сөзінше, бәрі шынайы әділ өткен. Өзінің бокспен айналысып жүргеніне есе 8 жыл болғанын айтты. Жекпе-жегіне назар салып қарайтын болсаң, айтылмаған біраз шындық бар секілді. Кабаки әуесқой бокста жеңіліссіз 43 жекпе-жек өткізіп, соның 38-ін нокаутпен жеңген. Тек онымен жекпе-жекке түскен боксшылар ешкім естімеген аты шықпаған адамдар екен.